Бүгін сен баға, сан, құнның не екенін білетін боласың. Осы өлшем бірліктердің арасындағы тәуелділікті қолданып, есеп шығаруды үйренесің. Экранға қара. Әр заттың бағасы көрсетілген. Баға бір заттың қанша тұратынын көрсетеді. Демек, бір дәптер 15 теңге, бір қарындаш 50 теңге, бір қаламсап 40 теңге тұрады. Неше зат сатып аламыз? Көрейік. Бізге 2 дәптер, 2 қарындаш және 2 қаламсап сатып алу керек. Бұл бізге қажетті тауардың саны. Қане, есептейік. Дәптер сатып алу үшін қанша ақша төлеуіміз керек? 15-ті 2-ге көбейту, немесе 15-ті 15-ке қосамыз. 30 теңге болады. 30 теңге 2 дәптердің құны. Егер қарындаш 50 теңге тұрса, 2 қарындашқа қанша ақша төлеу керек болады? Дұрыс, 50-ден 2 рет алу керек, немесе 50-ге 50-ді қосамыз, 100 болады. Қане, әрқайсысы 40 теңге тұратын 2 қаламсаптың құнын анықтайық. Ол үшін не істеу керек? Дұрыс, 40-ты 2-ге көбейту керек, немесе 40-тан 2 рет аламыз. 80 теңге болады. Сатып алған заттардың құнын қалай таптық? Ойланып көрші. Сатып алынған заттың құнын табу үшін заттың бағасын оның санына көбейту керек. Кестеге қарашы, не өзгерді? Дұрыс, енді заттардың саны белгісіз. Сатып алынған заттың санын білу үшін құнын бағасына бөлу керек. Қане, анықтап көрейік. 30 теңге төлеп, 15 теңгелік дәптерден қанша дәптер алды? Дұрыс, 30-ды 15-ке бөлу керек. Сонда 2 дәптер сатып алған болады. Ал неше қарындаш сатып алды? 100-ді 50-ге бөлсек, 2 қарындаш сатып алған болады. Ал 40 теңгелік қаламсаптан 80 теңгеге нешеуін сатып алуға болады? Жарайсың, 2 қаламсап. Себебі 80-ді 2-ге бөлсек, 40 болады. Қане, есімізге түсірейік. Заттардың санын қалай таптық? Ойланып көрші. Дұрыс, сатып алынған заттың санын білу үшін құнын оның бағасына бөлу керек. Кестеге мұқият қарашы. Не өзгерді? Дұрыс, енді тауардың бағасы белгісіз. Заттың бағасын білу үшін құнын санына бөлу керек. Ойлан, 2 дәптерге 30 теңге төледі. Бір дәптер неше теңге тұрады? Дұрыс, 30-ды 2-ге бөлеміз. 15 теңге болады. 100 теңгеге 2 қарындаш сатып алды. Бір қарындаш қанша тұрады? Дұрыс, 100-ді 2-ге бөлеміз, 50 теңге болады. Тауып көрші, бір қаламсап неше тұрады? Жарайсың, 80-ді 2-ге бөлсек, 40 теңге. Қане, қайталайық. Құнды табу үшін бағаны заттың санына көбейтеді. Санын табу үшін құнды заттың бағасына бөледі. Бағаны табу үшін құнды заттың санына бөледі.